Сиқырлы жүзік. Бір кедей күні бойы жұмыс істеп қатты шаршайды. Арша ағашын әрең кесіп құлатқанда, жоғарғы жағынан екі жұмыртқа домалап түсіп жарылып қалады. Біріншісінен бүркіттің балапаны шығып, лезде өсіп, адам бойымен бірдей болады. Екінші жұмыртқадан алтын жүзік шығады. Бүркіт қанатын қағып жіберіп кедейге: «Ей адам, сен мені құтқардың. Мен саған мына алтын жүзікті сыйлаймын. Бұл сиқырлы жүзік. Жүзіктен бір-ақ тілек тілейсің. Тілегің орындалған соң, жүзік сиқырын жоғалтады. Сондықтан тілегіңді айтпастан бұрын жақсылап ойлан» дейді. Осыны айтып, бүркіт ұшып кетеді. Егінші қуаныштан жүрегі жарылардай боп үйіне қайтады. Жолда зергердің дүкеніне соғып, жүзіктің қанша тұратынын сұрайды. Зергер: «2 алтындай болатын шығар» дейді. Кедей күліп, жүзіктің сиқырлы екенін, оған баға жетпейтінін айтады. Зергер қара жүректі адам еді. Кедейді үйіне қонаққа шақырып, ол ұйықтап жатқан кезде жүзікті ұрлап алады да, орнына ұқсас жай жүзікті салып қояды. Келесі күні кедей жөніне кетеді. Зергер есік терезесін бекітіп алып: «100 000 алтыным болса» деуі мұң екен, үстіне алтын жауа бастайды. Зергер жан таласып, арлы-берлі қашады. Бірақ есікті аша алмай, алтынға көміліп өледі. Ал екінші болса үйіне келіп, әйеліне жүзікті көрсетіп: «Мынау сиқырлы жүзік, қалаған тілегімізді орындайды» дейді. Әйелі: «Біз жер тілейік, егістікке жер жетпейді ғой» дейді. «Жоқ, 1 жыл тырмысып еңбек етсек, жерді өзіміз сатып аламыз» дейді кедей. Сол жылы өнімдері мол болып, жер сатып алады. Екіншінің әйелі: «Енді жүзіктен ат пен сиыр тілейік» дейді. «Соны да жүзіктен сұраймыз ба? Тағы 1 жыл еңбектенсек, оғанда қолымыз жетеді» дейді кедей. Келесі жылы ат пен сиыр сатып алады. Әйелі тағы да: «Бұрын сен Алла тағаладан тілек тілеуші едің. Тілегіңді берді. Қазір патша болам, зәулім сарайда тұрам десең де бәрі қолыңда» дейді. Сонда екінші тұрып: «Бізде бәрі бар. Жүзіктен тілек сұрасақ, сиқыры жоғалады. Қажет кезде ғана сұрайық» дейді. Әңгіме осымен бітеді. Кедейдің қоймалары жыл сайын астыққа толып, бақытты да бай отбасына айналады. Жылдар зымырап, адал еңбекпен өмір сүрген екінші де өмірден өтеді. Жерлейтін кезде немерелердің бірі қолындағы жүзікті шешіп алмақ болғанда, екіншісі оған: «Атамыз өмір бойы бұл жүзікті қатты қадірледі, өзінде қалсын» дейді. Осылайша үйге бақыт пен байлық әкелген жай жүзік екіншімен бірге көміледі.